Баракатуху, құрметті бауырлар, мынау жұма, қасиетті жұма баршамызға да берекелі болсын. Жасап жатқан, жасамақшы болып жатқан құлшылық ғибадаттарымыз Алланың құзырында қабыл болсын. Мынау мешітке қадам басып, бір ізгі ниетпен келіп жатқан екенсіздер. Құрметті бауырлар, Аллахым табандарыңызды сауаптан жазсын. Құрметті бауырлар, жалпы бүгінгі қозғап кететін тақырып әділдік, ауқымы кең, мағынасы терең ұғым деген, осы жалпы әділдік, әділеттік деген, адалдық деген мағынаны қозғап кетсек деп, осы жұманы жүрегімізге байласақ екен дегеніміз. Құрметті бауырлар, адалдық бір үлкен қасиет қой, керемет. Халқымыз оны әділдік дейді, адалдық дейді. Жалпы осы түсінік шариғатымызда қалай? Осы бір сөзге айтуға қарапайым, жұрттың бәрі оған шақырушы болған бір қымбат құндылық бізде табылып жатады ма деген сұрақпен бастасақ екен. Құрметті жақсылар, әділдік сөзінің мағынасы жұрттар түрлі айтуы мүмкін. Бірақ сол қате мағыналарының бірі, біреулер әділдікті теңдікпен шатастырып жатады. Әділдік дегеніміз ол бәріне бірдей қарау деп ойлайды. Мысалы, сен мынаған 5 тиын берсең, бірінші балаңа, екінші балаңа да 5 тиынге беру керексің. Анаған ағайыныңа, нағашыңа бір, мысалы, мынадай сәлем берсең, жиеніңе де сондай сәлем беру керексің деп ойлайды. Ол теңдік ол. Бұл әділдік дегеннің түсінігі бөлек нәрсе. Әділдік дегеніміз әркімге өз ақысын беру. Беру. Қараңшы, осы бір тұста, осы түсінікте айта кететін бірінші нүкте ол ақы. Екінші нүкте беру. Біз осы дүниеге бір бейне бір алу үшін келген сияқтымыз ғой. Ала берсек, жинай берсек, сала берсек қойнымызға. Ал ақы деген нәрсе де бір ерекше нәрсе. Иә, ақыны да жұрттың ақысын да ұмытпау керек, өзіңнің де ақыңды ұмытпау керек. Ендеше әділдік, әділеттік, адалдық деген нәрсе бұл бірінші орында өзімізден басталады. Ең бірінші нәрсе. Мысалы, Құран-ы Кәрімде Алла тағала өзіңнің қарсылығыңа болса да, өзіңнің ата-аналарың мен туысыңның қарсылығына болса да, әділеттік жаса деген бұйрық бар. Қараңшы, тіпті өзіңе қарсы болса да әділеттік болу керексің. Оны халқымызда да айтады. Тура биде туған жоқ. Ал қызық жері, оның жалғасы ғой. Қазақтың сөзі қарапайым. Ал туғанды биде не жоқ? Иман жоқ. Яғни басқа нәрсені айтқан жоқ, иманды айтты. Ендеше адамның ең қымбат құндылығының бір иман болса, әділетсіздік жасау сіздің біздің иманымызға әсері бар деген сөз. Тікелей. Сен Құдайға сенем дейсің. Аллаға иман келтірдім, пайғамбардың соңынан ердім, Мұхаммедтің үмметімін дейсің. Бірақ егер бойыңда әділеттік болмаса, адалдық болмаса, бұл иманды қайта қарастыру керек болады. Сен иман түсінігінің ақысын бермеген боласың тіпті. Оны дұрыс ұғынбаған, оның шекарасын бойламаған боласың. Адалдық, әділеттілік өзіңнен басталады. Бірінші орында өзіңнің өміріңе қалай қарайсың? Біз кейде өмірімізге ішкі сыншымыз қаталдығынан өзімізді кеміте бастаймыз. Сондай адамдар бар, өзін жек көретін, өзін кемітетін. Сен бейшарасың, сен қолыңнан келмейді, сен ондайсың, сен ондайсың. Ал кейде керісінше өзіңді бірінші орынға қойып тастайсың. Эгоцентризм деп айтамыз, эгоизм деп айтамыз ба оны? Яғни сен бұл әлемнің кіндігісің ғой. Жұрттың бәрі саған қарай бой алу керек. Көлік айдап келе жатқан кезде біреу жолыңды кесіп кетсе, оныкі дұрыс емес.
Сенікі дұрыс. Сен әрдайым дұрыс. Сен біреудің жолын кеспегенсің. Сен ешқашан қателеспегенсің. Солай ма? Олай болмайды ғой. Қараңыз, қарапайым көлік жүргізіп келе жатқан кезде біреуді кейіп, біреуді балағаттап, біреуді төмен санап, мына көлік айдай алмаса несіне отыр, мына көлігін сатып алып, неге мынадай көлік, осындай бір ірі көлік алып алды, оны айдай алмасаң, оны жүргізе алмасаң, ананы жамандайсың, мынау деген дым білмейтін топас, анау надан. Сен ше, сен жердің кіндігісің. Жұрттың бәрі саған қарау керек. Осы енді саған теңесу керек сияқты көрінеді. Әділеттік пе? Немесе керісінше, мен бейшарамын, айтасың ғой, еңбек етсей, адалынан табыс тапса, қимылдасай десең, жоқ, ана ішіп қойған, мынау жеп қойған, ана парақор, ана жалақор, бәрі жаман. Өзіңше, өзің қайдасың? Сол қоғамның қай жерінде өмір сүріп жатсың? Айдан келдің бе? Аспаннан түстің бе салбырап? Сол нағашы, сол жиен, сол жақының соның барлығы. Сен сол қоғамның бірісің. Әділдік, әділеттік өзіңнен басталады. Өзіңе қалай қарайсың? Жұртқа да солай қарай біл. Ол бір тұсы болса, әңгіменің екінші тұсы, осы әділдік жасаған адамның өмірі ерекше болады. Себебі, сіз егер жұрттың ақысын жемесеңіз, өз ақыңызды да жемеуді үйреніңіз. Өзіңе де көңіл бөл, өзіңе де уақыт бер. Біз кейде армандағанда біреудің арманын айтамыз. Өмір сүргенде біреудің өмірін сүреміз. Мысалы, жігіттерде осы, еркек бауырларымызда, жігіттерде осындай қателік болады. Әке шешесі үйлен дегені үшін үйленеді. Өзі үшін үйленбейді. Сөйтеді де, келінді үйге әкеп тастайды, өзі бойдақшылығын жасайды қайтадан, сыртта жүреді. Әй, сен жауапкершілікті мойнына алдың ғой. Біреудің мәпелеп отқан қызын алып келдің үйге. Отбасындағы әділеттік қайда жатыр? Яғни ойлайды да, мен ата-анам айтқан үшін үйлендім дейді. Өзің үшін ше? Өмірдегі өзіңнің арманың, өзіңнің орның жоқ па еді? Сен келіншек алып жатқан кезде 5 күннен кейін бұнымен қандай болам? 5 жылдан кейін ше? 50 жылда екеміз қалай боламыз деп ойлап көрдің бе? Мысалы, бір кісі қартайып дүние салып жатқанда балдарына айтады дейді ғой. Айналайындар, мен сендерге туылғаннан кейін жақсылық жасадым, туылмай тұрып та жақсылық жасадым десе, балалар айтады дейді. Айналайын, әкетай, дұрыс, біз туылғаннан кейін сіздің жақсылығыңызды ұмытпаймыз. Бірақ біз туылмай тұрып қандай жақсылық жасадыңыз десе, сендерге жақсы ана таңдадым депті. Оның өзі үлкен еңбек. Өзіңе әділетті болу дегені, өзіңнің ақыңды жемеу дегені. Өзің армандай біл, өмірге мақсат қоя біл, адал еңбек ет, халқыңа, жұртыңа өзіңнің орныңды тап. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта. Кетігін емес, кетігіңді тап. Яғни сен өмірдегі өзіңнің кетігіңді тап. Сол өмірдегі орныңды тап дегені. Бар қалан дейді. Сол жерге барып, қалану керексің. Сонда сол қоғам бүтін болады. Ендеше әділдік өзіңнен басталса, өзіңнің өміріңе қандай әділдік жасадың? Ең біріншісі иманның әділдігі. Сен Құдайды таныдың ба? Сен өз-өзіңе шынайы әділдік жасадың ба? Садақаның өзін пайғамбарымыз айтады, өзіңнен баста дейді. Жақсылық, халқымызда да сондай. Май тапсаң, бірінші басыңа жақ дейді, өзіңе жақ дейді. Сосын артылса біреуге жағасын дейді. Тіпті жамандықты да айтады ғой. Сен бірінші дейді, ата-аналарымыз сөйтеді, сен бірінші ана пышақты өзіңе соғып көр дейді. Ауырса біреуге соғасын дейді. Солай ғой, қамшымен сабағанда да біреудің жаны саған батпайды ғой. Ойлайсың керемет деп. Сен бірінші өзің сабап көрсей сол қамшымен. Қалай болады? Сосын біреуге көр, сосын. Дәл сол сияқты жақсылықта да, жамандықта да, пайдада да, зияндада да өзіңді ұмытпа. Тіпті заманауи психологияда да айтады. Бекерге құрбандық адамға жамандық сыйлайды. Мысал айтайық, бір адам елге қызмет, жұртқа қызмет, немесе бір жұмысында да бір сондай бір еңбекқор болуы мүмкін, бірақ өзін ұмытқан үшін ол өзінің еңбегінде тозады.
өз еңбек етіп жүріп, психологиялық дәрежеде депрессияға, проблемаларға ұшырайды. Себебі ол сол жерде өзін ұмытып кетті. Өзінің ақысын бермеді. Кісі ақысын бергенде өз ақыңды да ұмытпа. Бірақ жақсылықта да, жамандықта да әділетті бол. Әділеттік отбасынан көрінеді. Әділеттілік отбасынан көрінеді дегеніміз, сен ата-анаңмен қандайсың? Өзгенің ата-анасымен қандайсың? Бір кісілер бар. Мынау бір қисық түсінік бар ғой. Біз өзіміздің құрдастарымызды сөйтіп кекетеміз. Пәленше сен жақсы жігіт екенсің, қайын жұртшылсың деп андай кекетіп қоямыз да. Содан содан бір сенің жамандығың ғой негізі ол. Содан бір жаман энергия алғаннан өзінің былай айтқанда ол саған қайын жұрт шығар. Бірақ ол сенің бала шағаңның нағашы жұрты да. Халқымызда екі ұшы бар ғой. Халық айтады. Өз жұртың бар болсаң бере алмайды, жоқ болсаң көре алмайды. Бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды. Қайын жұртсың міншіл, күншіл, ең жақсы жұрт, нағашы жұрт, үндемейді де, күндемейді де деп айтады. Кейде жігіттің жақсы нағашысынан деп айтады. Бірақ сіз онша жақтырмаймын деген қайын жұртың сенің балаң мен қызыңның, бауыр еті балаң мен қызыңның ең жақсы көретін жұрты, нағашы жұрт. Яғни сен өзің жағыңнан қарама, өзге жағынан да қарап үйрен. Біреу сізді түрткіледі деп кейде осындай әділетсіздікке барып жатамыз. Нағашы жиенді кемітеміз, ақшасы жоқ, тойға шақырмай-ақ қой дейміз. Оның бедері жоқ дейміз. Ол ағайындық бар, тумалық бар, қан деген бар. Сен адамды дүниесі үшін сыйласаң, оның ақысын бермеген боласың. Иә, мүмкін Алланың алдында қияметте туыстық қатынасты дұрыс бермегенің үшінде ақысын төлерсін ертең. Ата-ананың ақысы, ағайын туыстың ақысының жанында бала шағаң мен әйеліңнің ақысы бар. Әйелге ердің ақысы бар. Әркім өзінің міндетін дұрыс біле білу керек. Үйге келгенде бала бола біл. Үйге келгенде әке бола біл. Өзіңнің жолдасыңа жанжар бола біл. Жанашыр бола біл. Бұл әркімнің ақысын беру болады. Ендеше осы тұста тағы бір айтатын нүкте, әділдік мүдделер араласқанда сыналады. Мүдделер араласқанда сыналады. Мысалы, өз балаңа қандайсың, өзгенің баласына қандайсың? Өзіңе келгенде қандайсың, өзгеге келгенде қандайсың? Мүдделер араласып кеткен кезінде сенің әділдігің сыналады. Сол үшін болса керек, пайғамбарымыздан мынандай өнеге қалған. Сенің кішіпейілділігің, біреуге кішіпейілмін, мінезім көркем деп айтарсың. Сенің кішіпейілділігің саған керек емес адамменен араласқаныңда білінеді дейді. Саған мүлде пайдасы жоқ адам болады. Саған берешегі жоқ, алашағы жоқ, мүлде пайдасы жоқ біреу тұр. Сен сонымен қалайсың? Мәмілең қалай? Кетші деп тұрсаң, міне әділдік қандай? Сен кішіпейілмін деп тұрсың ба сол жерде? Немесе саған қарыздар адам, сенен төмен адаммен мәмілең, сенің мінезіңнің қандай екенін шынайы көрсетеді. Адамның қандай болса да адамдығын ұмытпаған жөн. Кейбір бауырларымыз, мынау бұрынғы кезде мектепте мамандық таңдайтын деген пән болатын еді. Сол кезде мамандықты таңдағанда бөледі ғой, қандай мамандық деп. Сол кезде адам мен адам деген мамандықтар иегелері болады. Олар, яғни адаммен тікелей жұмыс жасайтын мамандық. Мұғалімдер, имамдар, жаңағыдегі қауіпсіздік қызметкерлері, қарауылдар, яғни тіке адаммен жұмыс істейтін адамдар бар. Дәрігерлер. Міне осы адамдардан кейде әділетсіздік байқаймыз. Қандай? Өзінің жақыны келсе, пайдасы бар адам келсе бөлек, пайдасы жоқ адам келсе бөлек болады. Мысалы, жаңағыдегі бір жерге барып қала қалсаң, сені алалай кетеді. Сенің киіміңе қарай алалайды. Киімің отырысыңа қарай алалайды. Бұл әділеттік пе? Мүдделер араласқанда сенің кім екеніңді көрсетеді. Құрметті бауырлар, әділеттік деген барлық жағдайда болады. Иә, ол қиын тұс. Бірақ сіздің иманыңыздың сыналатын тұсы, шынайылығыңды сыналатын тұс.
халқымыз сол үшін сенің ішің менен сыртың бірдей болсынды тәрбиелейтін. Ішің қандай, сыртың сондай болу керек. Қайда болсаң да. Бұл деген сөз теңдікпенен араласпасын. Яғни мысал айтайық, нағашыға берілген құрмет жиеннің құрметіменен тең болатын нәрсе емес, әділетті болатын нәрсе. Әркімнің өзінің табағы бар ғой. Қараңызшы, халқымыздың өзі табақ асқан кезде әркімге өзінің ақысын береді. Міне әділеттік қайда жатыр. Қазақтың бір ерекше нәзік көрегендігін қарасаңызшы, яғни ағайын туыс тума келгенде табақ тарқатасыз. Сонда кімге бас бересің, кімге жамбас бересің, кімге омыртқа бересің, кімге жаңағыдай құлақ бересің, кімге басқа жіліктерді тарқатасың. Қараңызшы, қандай әділеттілік. Өз ақысы бар да. Сол үшін болса керек, кейде ағайынның арасында араздықта туып жатады. Әй, мен құдай едім ғой, маған неге құда табақ аспады? Дұрыс айтады ол. Ол кісінің де ақысы дұрыс. Бірақ енді әдептілік бар ғой. Дегенменен пендешілікке салып кешірімді болмайсың ба деп жатамыз. Дұрыс, иә. Сен енді сәл ағаттық кетіп қалдың, әйтсе де. Өзгені ақысын беру ол әділеттік. Халқымызда тәрбие тұсында, тіпті қарапайым тамақтың өзін сол жердегі адамның ақысын сақтауды айтса, ендеше басқа жағдайда қалай біз өзгенің ақысын ұмытып кетеміз? Мәміледе, төрге отыруда, мысалы, бір қонақ келсе, төрге шығарамыз, оң жаққа шығарамыз. Оған ең керемет тамағымызды қоямыз. Бұл оның ақысын беруде. Үйіңізге қонақ келсе, міндетті түрде ауыз тий деп нан береміз. Асығыс болсаң, мейлі етке қарамасаң да, ауыз тиіп кетші деп нан береміз. Бұл оның ақысын беруде. Бұл өмірдің барлық тұсын қамтиды. Ендеше әділдік деген нәрсе, оның ауқымы кең мағына. Ол жай ғана бір заң тұрысында емес, бәр жағында бар. Құрметті жақсылар, әділдік ендеше бұл жай ғана бір біздің үйреніп қойып, немесе бір жыраулардың айтқан жырында, ұраншылардың шақырған ұранында, имамдарымыздың әдемі сөз уағыздарында қалып кететін дүние емес. Әділдік дегеніміз біздің иманымызда сыналатын дүние, біздің құндылығымыз. Осы бір кезде осы асыл құндылығымыз тапталып, ұмытылып кетіп жатқанын жүрегімізге батады. Міне сол үшін осы мағынаны қозғадық. Халықтың, елдің арасында әділдік, адалдық, әділеттік деген ұғым кейде ұмытылып бара жатыр. Бұл біздің халқымыздың құндылығы ғой. Бұл бір адамилығымызды білдіретін асылдығымыз емес пе? Адамды кейде біз сыйлағанда текті адам деп мақтаймыз. Мына кісі көргенді жердің адамы, текті адам екен дейміз. Сол тектілікті білдіретін де сіздің біздің адалдығымыз бен әділдігіміз. Өзіңе адал бол, өзіңе әділетті бол, өзгеге де көрінсін. Бәр жерде, тіпті жалғыз қалған халде Алланың алдындағы адалдығында бұл сенің иманыңның белгісі. Сол үшін кейде біз сыртқа көрінгенде сондай бір кісі малын жемейтін, сондай бір керемет намазхан болып көрініп қаламыз. Жалғыз қалғанда, немесе анандай құрдастың жанында, немесе жанұяға келген кезінде бөлек адам боламыз. Анау қазір кезде жастардың ішінде блогинг деген мода болды ғой. Кімді көрсең телефонын қолына ұстап, блог жүргізіп жатыр, міне, мен блогермін, маған лайк басыңдар, маған тіркеліп кетіңдер дейді. Бірақ экранды өшіргеннен кейін бөлек адам болады. Әділдік қайда? Сен сонда жұрттың лайкына бола өміріңді кештің бе? Сен бұның өтірік, жалғандық емес пе? Сонда өзің алдап, ең ауыры сол алдағаныңа өзің сенгенің бе? Әділеттік деген бәр жерде болады. Адалдық деген бәр жерде болады. Сен шынайылығың жұрт көреді. Еш қашан шынайылығыңды жасыра алмайсың. Осы бір мысал бір сөзімнің соңына келсінші. Сопы Аллаяр деген кісі болған екен. Ол кісі сүпі болмастан бұрын бір жерде
шекарада тұратын адам екен, жұрттың малын санаушы. Енді анау кісі сәл қаттылау болу керек, кейде алып қоятыны бар, кейде жұрттың малын тартып алатын сондай бар екен. Көшеде бір күні келе жатса, балалар ойнап жатыр екен. Сол ойнап жатқан балалар айтады дейді, анау алғыр келе жатыр, жемтік жегіш келе жатыр деп айтады дейді балалардың өзі. Мыналарға өйтеді деп қуыпты ана жастарды. Онан күліп қашады дейді. Бірақ жүрегіне тимеген ғой. Күндердің күні ол кісіге иман келіп, Құдай тағала ол кісінің өмірін мүлде өзгешеге өзгерткеннен ол кісі құдайшыл адам болыпты. Содан күндердің күні неше жыл өтсе де өзгеріп, керемет болып, елге насихат айтан сондай ұлағатты азамат болып, машайықтардың қатарына ілескен адам екен. Күндердің күні келе жатса, тағы да балалар ойнап жатыр екен. Сол балалар айтады дейді ғой, Құдайдың досы келе жатыр, жол ашыңдар деп. Оларға кім үйретеді? Ешкім үйретпейді. Халықта сондай, сіздің ішіңіздегіні қанша жасырсаңыз да жасырыңыз, бірақ біледі. Жүрісіңнен, тұрысыңнан, бәрі біледі, оны жасырмай-ақ қой. Тіпті заманның психологиясы да айтады, сен бір зат сатып атсаң, ол затты алдап сатып атсаң, немесе ол затты жүрегіңде болмаса, саудаң жүрмейді дейді. Уайымдамай-ақ қой, ол саудаң жүрмейді бәрібір. Тек қана сенде шынайылық болса, сол бизнесің шынымен-ақ өрлейді. Сен ақша да табасың, мал да табасың, абырой да табасың. Құрметті жақсылар, ұзын сөздің түйіні. Мынау дүние, материалды өмір деп, өмірдегі кейде сол материалды өмірдің неге керегін ұмытып жатқан әлемде, осы бір заманымызда біз рухани құндылығымыз болған, иманымыздың өлшемі болған, халқымыздың асылы болған әділдік, адалдық ұғымын ұмытып кетеміз. Ендеше Алла тағала Құран-ы Каримде Шура сүресінде осы тұста айтады ғой, мен, қараңшы, Құранның бір әсемдігі, мен Алла түсірген кітапқа иман келтірдім. Яғни пайғамбарға айтып жатыр, ей Мұхаммед, айтшы дейді. Мен осы Алла түсірген Құранға иман келтірдім. Сондай-ақ араларыңда әділ болуға бұйырылдым деп айтады. Тіпті пайғамбар екеш пайғамбарға да өзінің пайғамбарлық міндетінің жанында адал болшы, әділетті болшы деген сөзі бар. Сол сөздерінде тіпті айтады ғой, өзінің қызына айтады, Фатима дейді, менен сұрайтыныңды қазір сұрап қал, мен беретінімді берейін. Бірақ қияметте мен саған еш нәрсе бере алмаймын, қолымнан дым келмейді. Яғни әкелік парызымды өтеп қалайын, сұрайтыныңды қазір сұрап қалшы деп, тіпті қызының өзіне осылай деген сөздері бар. Тіпті кейде өзінің қызына келіп, біздің үйде дейді, ол қызының үйі ғой негізі, бірақ пәленшенің қызының үйі деп айтқан үшін, біздің үйде қымбат заттар ілініп тұрса, жұрт не дейді? Айналайын қызым, анау қымбат пердені садақа берші, мен соны өзіме лайық көрмедім деген сөзін өзі қандай үлкен ұлына қызына тәрбие деңізші. Тәрбие өзіңнен басталады. Әділдік, адалдық өзіңнен басталады. Отбасыңнан басталады. Мүдделер араласқанда көрінеді, сыналады. Осының барлығы біздің иманымыздың жемісі екенін ұмытпасақ екен. Құрметті бауырлар, жұмамыз баршамызға да қабыл болсын, берекелі болсын. Иләһи амин. Раббым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешір. Дерт сырқат науқастарымыз болса, осы қол жайып отырғандардың өздерінде, ағайын тумаларында, туыстарында қандай да бір дерт сырқат науқастары болса, я Аллахым, соларға өзің шипасын беріп, тап-таза айығып кетуін өзің нәсіп еткейсін. Және де Раббым Аллахым, осы қол жайып отырғандардың өздерінде, ағайын туыстарында дүниеден өткендер болса, я Аллахым, өзің жарылқап, мына жұманың қасиетіменен, мына жасап атқан оқылып атқан құрандарымызбенен, жасап атқан құлшылық ғибадаттарымыздың қасиетіменен, Раббым Аллахым, солардың қабірін нұрландырып, жатқан жерлерін нұрлы қылып, қабірлерін кең қылып, соңынан қалған ұрпақтарына сабырлық, адал ырысқ несібе бергейсін.
және де мынау қол жайып отырған бауырларымыздың дүниелік ақыреттік қандай да бір талап тілектері болса, Раббым Аллахым өздерінің сұрағаннан абзалымен бергейсін. Елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Я Аллахым, елімізді басқарып отырған, дінімізді басқарып отырған азаматтарға, я Аллахым, жақсы ойлар, керемет мүмкіндіктер сыйла. Я Аллахым, жанына жақсыларды жақын ет, жамандарды жанынан қашық ет. Таймайтын тура жолыңды баршамызға да нәсіп ет. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин фил ауалин, ва салли аля сайидина Мухаммадин фил ахирин, ва салли аля сайидина Мухаммадин фил малаил а'ла иля яумиддин, ва саллим таслиман каthira адада ма ахата бихи илмук, ва хатта бихи қаламук, ва ахсаху китабук, вардаллахум ан садатина Аби Бакрин, ва Умара, ва Уthмана, ва Али, ва ани сахабати, ва ани таби'ина, ва таби'ина بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله razı olsun. Tыңдағандарыңызға рахмет.